короче, бүгін 24 сағат тауда өткізетін боламыз. Кеттік ал. Примерно жүргенімізде талай уақыт болды негізінен ше. Видеоны бағана жарты жолда басам. Біз мынаяқтан қазір орманға қарай кіреміз. Жүрген жолымыз ана жақ. Орман ішіне кірдік. Мынаяқ просто әдемі қараңыздаршы. Полный әдемі. Мынаяқта да бір әдемі бала жүр. Қалайсың? Қалайсың? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Кімсің сен? Мен Ұлпат, атым Ұлпат. Жақсы, онда давай. Короче, бір 15 минуттай өтті. Батям келді. Ассалаумағалейкум. Құрметті жамағаттар. Папичіктер, Ерден аға. Папичікті көп беріңіздер. Алла разы болсын. Барлықтарыңызға. Все, от души ғой. Осы үшін обязательно каналға жазылып кету керек қой енді. Не дегенмен үлкен кісінің батасын, тілегін алып отырсыздар енді. Обязательно жазылып кетіңіздер, өйткені көбілеріңіз жазылмайсыздар. Міндетті түрде жазылыңыздар. Ары қарай тағы да жолға кеттік бар ғой. Мына жолдар, ё-май, айтамайын бар ғой. Мына көп терді көрдіңіздер ме? Кәдімгідей терлеп кетесің ғой. Бірақ мына уже жолдар рахат. Бағанағы ана жолда уже күн ыстық болып, ана жол деген былай қисық болып дұрыс болмады да. Осындай орманның ішінде кетіп бара жатқанда подписчигімнің бір заданиясын обязательно орындап кету керек қой. Аға, Ирина Каратонаның «Көк ту» деген өлеңін живой орындаңызшы. Бұл хит өлең, мен сөздерін білмеймін, но сіздер үшін тырысып көрейін. Желбіретіп көк туды, бойзыңды кім қандай жүз, кімде қандай ру, бұл біздің менталитет қой, бұл чу. Осылай, әне қашығат шығарымыз өлді. Апатиямыздың арчаңызға қалмаймыз. Опа. Бізден бір сұхбат алуға бола ма? Болады. Бері жүріс ба? Ortinay değil babacı. Babacı ile X box Series X. Babacı. Мынаяқта жолдар уже қисық бола бастады. Короче, немене да? Тас болып, ойбай. Тас болып, в общем, былай ерік болып отыр. Короче, былай ғой. Шыққанымызға біраз уақыт болды. Примерно 15 минуттай болған шығар. И мынанша жол қалды. Анаяқтан былай қарай көтерілеміз да, мына төбесіне шығамыз. Ал енді мынау уже менің жүріп тастаған жолым. О, міне біздің челіктер келе жатыр. Атың кім? Ержан, кім? Серікбол. Кім? Ержан? Өлет шығарына шаршап бар ғой. Тура 5 сағат бұрын. Короче, мне келдік. Мен сразу сезіп тұрмын, что тауға шыққанда мүлдем шаршамайым бар ғой. Мен күтпеген жағдай болды. Мен вообще таудың төбесіне шығам деп ойладым. Но осы жақтан келіп жол тоқтап жатқан. Короче, ана яқты су ағып жатыр ғой примерно. Мынаяқтан шығайын десең, как-то жол қиын мынаяқтан қарай, ары қарай. И все, осы жерден тоқтаймыз. Енді түскен соң қай жерде тұрып жатқан базамды көрсетемін. Короче, бәрі аяқта суретке түсіп отыр да. Егер сіздер дәл қазір осы видеоға 4000 лайк жинасаңыздар, мен короче, мына түсіп жатқан жер емес, мына жерге тура асты, сол жерге барып тұратын боламын. Ровно YouTube'ға 4000 лайк жиналғанда, соны Инстаграмға кәдімгі отдельный пост қылып салатын болам. Так что Инстаграм міне тез-тез келіп кетіңіздер. Міне су болып шықтым. И 4000 лайк жинасаңыздар, Инстаграмға солай пост салатын болам. И Инстаграмға кіріп көріп кетсеңіздер болады. Все, короче, таудан түстік әйтеуір. Енді өзіміздің базамызға барып, сол заттарды көрсетем, қандай база екен. Сосын мощный шашлик пісіріп жатыр. Сол шашликті де сіздер ауыздағы суларыңызды ағызып отырып көрсететін болам.
соңғы шашлик екен. Бір нәрсе қылып екеуміз жеуіміз керек. Давай бүйтейік, жарысайық та, кім жеңеді, сол шашликті жейді. Давай ма? жарайды, давай. Неден жарысамыз? Білмеймін. Давай футболдан жарысайық. Набивай кет. Давай ма? Кеттік. Давай 1, 2, 3, 4, 5. 5 достар, 5 сал жасады. Қазір мен 5 салдан ассам. Давай дәл қазір комментария жазып кетіңдер. Жасай аламын ба, жасамайын ба? Давай 3 секунд берем. 1, 2, 3. Опа. Все, шашлик мен жеймін қазір. Короче, все, не, тамақ ішейік деп отыр. Хопа. Короче, біз уже қайтайық деп отыр. Күн деген қараңғы болып қалды. И қайтарда анау бір заброшкаға обязательно кіріп шығайық деп отыр. Короче, анау заброшка. Короче, іші кәдімгідей қорқынышты болды. Но ошол қазір барып көріп ішінде не бар екен көретін боламыз. Может, ол жерде дұқтар бар шығар. Кім біледі. Все, короче, келді міне мына заброшка. Кәдімгідей қорқынышты бар ғой. Еще ебана, төбесі тесік деп прикиньте. Мына жер, сол қорқынышты емес. О, прикиньте, ана жақта екінші этаж бар екен, прикиньте. Екінші этажға шығуға болады екен, оказывается, ше. Ебать.